Бүгінде кәсіп бастаймын деген адамға мемлекеттен қолдау көп. Оны тиімді пайдаланып, өз ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер қаншама. Солардың бірі Камшат Сайхонова мемлекет тарапынан грант алып және жеке өз қаражат есебінен кондитерлік цех ашып, тәттінің түр-түрін пісіруде. Қазіргі таңда 4 адамды жұмыспен қамтып отыр. Пісірген өнімдеріне сұраныс та көп дейді. Болашақта енді осы кәсібімізді ары қарай дөңгелетіп, ары қарай өсіп, өніп, енді жалғыз осы бір тортпен тоқтап қалмай, 3-4 адаммен тоқтап қалмай, ары қарай командамызды өсіріп, жаңа заттарды қосып, басқа қалаларға мастер-класстарға барып, Ресейден неше түрлі кондитерлар келіп жатыр, мысалы, солардың мастер-классына барып, осы ары қарай өсе беру бар ойымызда. Енді бәріне еңбек керек, тынбай еңбек ету керек. Сол енді үйде отырып, баламен отырым дегенде де сылтау емес қой негізі. Шаймен деп істесең, Алла өзі өстіп бере береді.